Бекет атам айтады, балам, егерде садақа беріп атқан болсаң, дейді, сен мешітке берме, дейді. Мешіттегілер, дейді, жетімнің ақысыны жеп, дейді, осы жерде отыр, дейді. Егерде сен садақа бермақшы болсаң, дейді, ана әкесі қайтыс болған, анасы қайтыс болған жетімнің дұғасыны алсаң, Алла Тағалам саған береді, дейді ғой. Ананың әкесі, шешесі риза болып, Аллаға дұға тілейді екен аруақ. Аружанға бардыңыз ба деп. Аружанға жоқ, бара алмадым. Мына қалай айтсам болады. Кәдімгідей түсімді аянмен көремін ғой, Бекет атамды түсімді көремін. Бекет атам көп нәрсені айтады маған. Ең бірінші, дейді, ананың дұғасын ал, дейді. Одан кейін, дейді, жетімнің дұғасын ал, дейді. Одан кейін, мына ауырып атқан адамлардың дұғасын ал. Саған, дейді, ана дүние, байлық, ақша саған көмектеспейді. Ертең өлген уақытыңда осы сен қылып атқан жақсылықтарың көмектеседі саған. Өзіңге жеңілдік болады, дейді. Адамдар, дейді, көп адамдар, дейді, жақсылықты білмейді, дейді. Адамдар жақсылықты білмейді. Осы жақсылық білмейдіған адамдарды, дейді, Алла Тағалам сенің қылып атқан ісіңге, дейді, жақсылықтың белгісін береді, дейді ғой. Бекет атамның аруағымен кәдімгідей сөйлесем ғой, кәдімгідей отырам ғой Бекет атамен. Бекет атам айтады, балам астанып кетті, дейді. Қазір мен ол жақта жоқпын, дейді. Мен ұшып кеттім ол жақтан, дейді. Менің басымды тазартып, осы басымдағыларды тазартып, дүниеге құнықпай тұрған болса, мен осы жерге келіп қонамын, деп, осындай ата маған белгі береді ғой. Бекет атам айтады, балам, дейді, егерде сені кімді-кім ренжітіп, кімді-кім жылата тұрған болса, Алла Тағалам оған сол күні жазасыны береді. Өзінден емес, оның бала-шағасыны Алла Тағалам азаптайды, деді ғой. Бекет атамның аруағы риза болса бар ғой, барлық нәрсе риза болады. Кешенде біреулер айтады, бір имам шықты ғой, ой, аруақ жоқ, анандай, мынандай деп. Аруақ жоқ деп айтқан адамның өзі салафит болады. Или бір вахабис болады ол. Аруақ жоқ деген адам. Аруақ бар нәрсе. Мен өзім моргта жатқан уақытымда өзім аруақ болдым. Өзімнің кеудемді өзім көрдім. Айтады ғой, аруақ риза болмаса, тірі байымайды, дейді. Аруақ риза болса, сенің жолың болады. Егерде аруақ риза болмаса, сенің жолың болмайды. Неге молдалар айтады, мен естіп қаламда, аруақ жоқ, аруаққа, дейді, сыйынба, дейді. Сен аруаққа сыйынбайсың, сен аруаққа садақа бересің, сен аруақты тойдырасың. Аруақ қалай тояды? Аруақ сенің беріп атқан садақаңға тояды. Сенің қылып атқан құдай тамағыңға тояды. Көбісі айтады, ой, аруақ анандай, мынандай, дейді. Аруақ ұрса барлы адамзат оңалмайды. Аруақ ұрса. Бекет атам айтады ғой, мына ақтаулықлар бар ма? Бекет атам деп көп сөйлеп атырымда, осы ақтаулықлар Бекет атаның мықты, Бекет атамның қандай қасиеті бар екенлігіні мына ақтаулықтар жақсы біледі. Кешенде бір қазақ айнылардан сұрадым, осы Алматыдан келген екен, Бекет атаны білесіз бе дедім, Бекет атаны естігенсіз бе десем, жоқ, білмеймін, дейді. Ой, апам-ау дедім, ой, ағам-ау дедім. Сіз дедім, қазақ болып тұрып, өзіңіздің келі Ақтаудағы, Маңғыстаудағы
Bekat atamды tanımay, Bekat atam turalı bilmegeniniz dedim. Uyat eken dedim. Uyat sizge dedim. Men mınerde da adamdarga aytamın, kazagayınlardan surayımın. Bekat atamны bilesinler ma desem, жоқ deydi. Men olarga aytaman, ay aynalayınдар, sender kazak bolup turup, özleriңнің Bekat atalarыңды bilmeselerin, men özbek bolup turup, Bekat atamның arwağını qanday sıylay turgan ekenligimdi körüp tursunlar ma deyman. Keşende Özbekistandan bir kişi geldi, katты ауырып, Özbekistan jaktan oğan ayttım. Apa dedim, avveli Allah, mına Allah'a şükür жазылып kеттiniz dedim. Endi barıp dedim, mına jetim jesirge dedim sadaka beresiz dedim. Mına Bekat atamның dedim, arwağının rizalığı üçün barıp sadaka beresiz dedim. Oy mına kişi özüңді Құдай сезіп алғансың ба dedi. Gülbabu, жақсы сау болыңыз. Ешкім Құдаймын деп айтқан жоқ. Осындай шайтанларға барғы Bekat ата туралы айтса, мына Gülbabu не айтып отыр? Ешкім Құдай деп санамайды өзіні. Алла Тағалам осы бір елші қылып жіберіп қояды. Осы sen сияқты шайтанларға жеткізу үшін.